Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің Жарма ауданының мәслихат депутаттарының келісімімен және Абай облысы әкімінің өкімімен Жарма ауданының әкімі лауазымына Нұрлан Борсықбаев тағайындалды. Жаңа басшыны аудан активтеріне облыс әкімі Нұрлан Уранхаев таныстырды. Нұрлан Борсықбаев 1975 жылы Семей қаласында дүниеге келген. 1997 жылы Семей мемлекеттік университеті агроөнеркәсіптік кешеніндегі экономика және менеджмент, 2006 жылы Қайнар университетін құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1997 жылы Семей қаласының салық инспекциясының маманы ретінде бастаған. Әртүрлі жылдары әртүрлі жоғары қызметте жұмыс атқарған. 2023 жылдан қазіргі тағайындауға дейін Абай облысы бойынша тексеру комиссиясы аппаратының басшысы болды. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында Бесқарағай ауылының 6 тұрғыны баспаналы болды. Пәтер кілттерін табыстау рәсіміне аудан әкімі Талғат Мұратов қатысып, жылы лебізін білдірді. Айта кетейік, Бесқарағай ауданында соңғы жылдары көпбалалы отбасыларға және әлеуметтік осал топтағы тұрғындарға 200-ден астам пәтер берілген. 29 қыркүйекте Семей қаласының орталық арбат алаңында еңбек күні аталып өтілді. Шара аясында бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтіп, 28 жұмыс беруші қатысып, 300-ге жуық бос жұмыс орындарын ұсынды. Еңбек күні аясында 2023-2024 жылдары халықтың әлеуметтік осал тобын қолдауға арналған қайтарымсыз грант алушылардың көрмесі де ұйымдастырылды. Оған Семей қаласы, Жарма, Бесқарағай, Бородулиха, Аягөз, Абай аудандарынан келген 10 кәсіпкер өз өнімдерін ұсынды. Өткен аптаның соңында өңірімізге жұмыс сапарымен оқу ағарту бірінші вице-министрі Наталья Жұмаділдаева келді. Наталья Жұмаділдаева өңірімізге жұмыс сапар аясында Абай облысы әкімінің орынбасары Жасұлан Сәрсенбаевпен бірге техникалық және кәсіби білім беру ұйымының негізгі жай-күйімен танысты. Вице-министр әсіресе мемлекет басшысының білім жүйесін дамыту, оның сапасын арттыру жөніндегі тапсырмаларының орындалуына назар аударды. Бүгінде Абай облысында 33 техникалық және кәсіби білім беру ұйымы жұмыс істейді. Бірінші вице-министр IT және жаңа технологиялар колледжінде болды. Мұнда ауыл шаруашылығы, құрылыс, медицина саласына қажетті инженер, оператор, техник, электромеханик мамандар даярланады. Астанада Абай облысының тауар өндірушілерінің ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкеге Семей қаласы, Абай, Аягөз, Бесқарағай, Бородулиха, Жарма, Көкпекті, Ақсуат, Оржа және Жаңасемей ауданының тауар өндірушілері қатысты. Шаруалар жәрмеңкеге 230 тоннадан астам өнімдерді нарық бағасымен төмен бағада әкелді. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей Таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.